Қайныма өтірік айтып тиіп алыпты. Ажырасам деп болмай отырған бала қайнағамыздың ұлы. Ағайымыз ертеректе қайтыс болып кеткен. Бала абысынымызбен бірге қара шаңырақта тұрады. Алдындағы 3 қыз тұрмыста. Сол жігіт жақында келіншек әкеп, абысынымның төбесі көкке жеткендей қуанған. Ол қыз өзінің сыныптасы әрі алғашқы махаббаты екенін естігенде біз де таңдай қағып, махаббаттарына қызыға қарап едік. Арада міне 2 ай өтер-өтпес бала ажырасам деп қоймай отыр. Онысын әлі шешесіне айтпапты. Менен келіп ақыл сұрап отыр. Әйелімді көргім келмейді деп райынан қайтар емес. Жеңеше, мен бұл қызды мектеп кезінен жақсы көрдім деп бастады қайыным әңгімесін. Екеуміз мектеп бітіре сала үйленеміз деп армандаушы едік. Бірақ ол ұбт-дан жақсы балл жинады да грантқа оқуға түсіп кетті. Ал мен, өзіңіз білесіз,